Денсаулық баға жетпес асыл дүние. Оны қарбалас өмір ырғағында қалай сақтауға болады? Денсаулықты сақтауға және жақсы көңіл күйде болуға көмектесетін 5 кеңесті ұсынамын. Бірінші, күніне бір жеміс жеу. Қыс, күз мезгілінің келуімен иммунды жүйеге ауыр күш түседі. Сол кезде тұмау секілді жағымсыздықтар орын алады. Иммунитеттің аурулардан қорғау мүмкіндігі қандай тамақ жегеніңізге тікелей қатысты. Дәрігерлер күніне кез келген бір жеміс жеуді ұсынады. Ол аурудың алдын алуға көмектеседі. Оларға алма, барлық цитрусты жемістер, құрма, киви және банан жатады. Екінші кеңесім жалбыз салынған шай ішу. Жалбыз тыныштандыратын құрал ретінде танымал. Ол күйзеліспен күреседі және ұйқы сапасына жағымды әсер етеді. Оны жиі қолдану ұсынылады. Оны қолданудың жиі тараған әдісі жалбыз қосылған шай демдеу. Жалбыз қосылған шай жүйке жүйені тыныштандырады және жылдам көңіл күйді көтереді. Оған қоса жалбыз шайының хош иісі мен жақсы дәмі де бар. Жалбыз шайы күш береді, шаршағанды басады және қатты уайымдасаңыз тыныштандырады. Үшінші кеңесім рационға лимонды қосу. Лимон С дәруменінің көзі. Сонымен қатар лимон метаболизмді жылдамдатып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Әдетте лимон суын таңертең және кешке аш қарынға ішеді. Коктейльдер мен шайларға қосады. Оған қоса цитрус антиоксидант болып табылғандықтан ол денсаулықты қатайтады. Рационыңызға айтарлықтай өзгеріс енгізудің қажеті жоқ. Ең оңай әдіс таңертең аш қарынға лимон мен бал қосылған жылы су ішу. Қалауыңызға қарай зімбір қосуға болады. Мұндай су жылдам оянуға және метаболизм процесін іске қосуға көмектеседі. Төртінші кеңесім күнде кешке айран ішу. Сүт немесе айран бағалы дәрумендер мен микроэлементтерге толы қоректі сүтті өнімдер. Олар ағзаға жағымды әсер береді. Рационыңызға бір стакан айран қосу арқылы ағзаны Д дәруменінің 25%-мен және кальцийдің тәуліктік нормасының 30%-мен толтырасыз. Соның арқасында сүйектер қатая түседі. Бұл әсіресе балаларға пайдалы. Олар белсенді өсетіндіктен сүйек тірі жылдам жаңарады. Сондықтан көбірек кальций керек. Сондай-ақ сүтті өнімдерді егде жастағы адамдар күнде ішу керек. Себебі сүтті өнімдер сүйек өзгерісі дамуын тоқтатады. Бесінші кеңес күніне 2 литр су ішу. Су адамзаттың өмір сүруіне қажетті маңызды құраушы. Бұл сұйықтықтың құндылығы шексіз. Ағзаға судың жетіспеуі нашар көңіл күй, бас ауру, тез шаршау, әлсіздік, депрессия және ұйқы бұзылуына әкеледі. Сонымен қоса барлық ішкі органдардың жұмысы бұзылады және қан тамырлар қиналады. Күнде қажетті мөлшердегі су ішу инфаркт болу қаупін азайтуға көмектеседі. Су артық салмақпен күресуге де көмектеседі. Ересек адамға күніне 2 литр су ұсынылады, ал балаларға күніне 1 литрден аз емес су ішу керек. Достар, егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.